Бүгін біздің оқырмандарымызға Ювал Ной Хараридің Homo sapiens адамзаттың қысқаша тарихы атты кітабын ұсынып отырмын. Кітап алғашқы рет 2011 жылы иврит тілінде басылып, 2014 жылы ағылшын тілінде аударылды. Кейіннен әлемнің 45 тілінде 20-дан аса мемлекетте 7 миллион данамен таралды. Ювал Ной Харари тарихшы, медиевист, Иерусалимдегі Еуропа университеті тарих факультетінің профессоры, Homo sapiens адамзаттың қысқаша тарихы, сондай-ақ 21 ғасырға арналған 21 сабақ атты еңбектердің авторы, Оксфорд университетінде докторлық дәрежесін алды. Қазіргі таңда Харари трансұлттық тарих және макротарихи үдерістер тақырыбын зерттейді. Халықаралық форумдарда жоғары сұранысқа ие лекторлар мен спикерлер қатарына кіреді. Кітап 100 мың жыл бұрын өмір сүрген 6 түрдің бірі Homo sapiens өкілінің пайда болу тарихының бастап бүгінгі кезеңге дейін аралықты толық қамтиды. Автор Homo sapiens'тің экожүйеде горилла, жарқырауық, қоңыз немесе медузадан артықшылығы жоқ жануар бола тұра, ғалымшардың қожасына әрі экожүйенің жауына қалай айналғаны жөнінде баяндайды. Ал басқа түрлерге не болды? Ақша мемлекеттер, діндер қашан және не үшін пайда болды? Империялар қалай құрылды? Неліктен әйелдерді еркектерден төмен қойды? Адамдар шынайы бақытқа жете алды ма? Болашақта бізді не күтіп тұр? Кітап өткен кезеңдердің оқиғалары мен қазіргі заман мәселелері арасындағы байланысқа зер салып, оқырмандар қоршаған орта туралы түсініктердің бәрін қайта қарауға жетелейді.